Барлығыңызға сәлем. Бүгін алдыңғы видеодан жиналған 15 000 лайктың құрметіне Слова пацана сериалының барлық сериясы соның ішінде 7-8 бөлімдері қысқаша үлгіде жарық көретін болады. Егер осы видео 20 000 лайк жинаса, онда ештеңе болмайды. Бітіпті ғой онсызда. Мә, әбден лайк сұрап біраз есір қатмай байқасаңдар. Жарайды, бұл видеода тек еңбекті бағалау дейтін сыйластық лайктарыңды басып қойсаңдар жеткілікті. Сосын бір көрермен осылай допускать етіпті. Не істейміз? Егер Казбой үшін тұрып берем десеңдер, онда соңғы посттың закреп комментіне әдемі жауаптарыңды жазып, соны танымал қылсаңдар болады. Тек боқтау жазбаймыз. Жарай ма? Ал олай болса боқтау дегенді ұмытыңдар, лайктарыңды аямаңдар, өйткені Казбой сайрайды. Аулада 1989 жылдың ақпан айы. Кеңес одағы соңғы демін алып ыдырау үстінде. Жоқшылықтың салдарынан сыртта түрлі көше қозғалыстары түзіліп, рэкетерлік күн көру кезеңі есігін айқара ашып өркендей бастайды. Сол кездерде полиция қызметкерлері посттарына бекем болып, жаргон тілінде айтқанда, менттер мен шарушылар арасында қарсылықтар етек жаяды. Бұл кездерде көшеде жалғыз жүріп чушпан болу өте қауіпті. Үйге жеткенше қасқырларға таланып, 1000 түрлі жарақатпен және бос қалтамен оралу ол үйреншікті нәрсе. Қоғамда жүріп, көше жүйесін үйреніп, жергілікті топқа кіріп, солардың түсінігімен қозғалмасаң, саған күн жоқ дейтіндей, сондай бір қиын заман орнап тұрған кез. Фильмнің сюжеті көбінесе универсам деп аталатын майда ұрлықпен және әлімжеттілікпен айналысатын тобырдың төңірегіндегі кейіпкерлермен таныстырады. Ал фильмнің өзіне кірісетін болсақ, сцена Казань қаласында Андрей есімді жасөспірім оқушыдан басталады. Ол үйінде шешесі және қарындасы үшеуі тұрады. Андрей музыкаға жақын момын жігіт еді. Алайда оған не болатын алда әлі көретін боламыз. Содан ертесіне Андрей сыныптасымен бірге автобусқа отырып сабағына бара жатқанда, ол алғашқы далбоизмнің белгілерін байқап, Марат дейтін жергілікті бұзықпен танысады. Марат Ескендірден 30 рубль қағып алады. Ескендір өз кезегінде айтқан өтірігі үшін Мараттан жазасын күтіп тұрады. Марат оны Андрейге ұрғызады. Андрей ұрмайым деп қатайып алады да, тиісті апперкотын қабыл алады. Біраздан соң Пончигінде періште емес екенін байқап қаламыз. Ол разъезд тобырында үлкен ағасы бар екенін айтып, Маратқа тісін қайрап тұрады. Андрей оны жуатып қалтасынан 20 рубль шығарып береді де, екеуі сабақтарына қайқаяды. Андрей тақтаға шығып сабағын айтып тұрғанда, кабинетке Ленин идеологиясына жатып алған комсомолшыл Денис және кәмелет жасқа толмағандардың тәртібін бақылаушы инспектор Ирина кіріп келіп, оқушыларды қылмыстық тобырларға қарсы іс-шараға шақыру хабарламасын хабарлайды. Біраздан соң дәлізден Андрейді ағылшын апай ұстап алып, бір оқушының шет тіліне зар болып жүргенін айтып, соған көмек беруін сұрайды. Мына жақта бәріміз ол кім екен деп отырғанымызда, Марат болып шығуы Андрейдің де көзінің шарасының шығуына әкеп соғады. Ары қарай Марат оны үйіне апарып шешесімен таныстырады. Үйде жүргенде Андрей суреттерге көз жүгіртіп, Мараттың басқа шешеден туған ағасы Вова Адидаспен танысады. Біраздан соң Андрейдің қолдары Адидастың бокстан ұтып алған жетістіктеріне де жете бастайды. Осы кезде Марат оның тобырдағы ең абыройлы тұлға екенін және оның қазір ауған соғысында жүргенін айтып қалады. Әрі қарай ағылшындарын шынықтырып алған соң, екеуі жақын маңдағы дүкеннен бас киім қарауға аттанады. Бұл жақтан ақшта жасалған қымбат бас киімдерді көріп қалталарының маңырап тұрғанын байқайды. Амал қанша, ақырында Андрей сатушыны жынды қылып тұрғанда, Марат екі бас киімді қолға түсіріп дүкеннен екеуі де безіп шығады. Артынша Андрей өз сыбағасын ұстап мәз болып үйіне келеді. Алдынан шешесі шығып, бұның сыбағасына ризашылығын білдіруге асықпай, алған жеріңе қайтадан апарып қой дейтіндей әңгімесін айтады. Ертесіне Андрей асханада отырғанда, кеше ғана чушпан болып жүрген Пончигін бүгін разъезд тобырына кіріп, одан бетер ісініп, енді болмаса жарылуға таяп қалғанын байқаймыз. Ол Андрейді қысып, автобуста болған жағдайға соны кінәлап, рубльге жүктеп кетеді. Араға Денис түсіп, чушпандардың тоқылдақтығын қолдап, әлгі айтылған жиналысты қайтадан естеріне түсіріп кетеді. Күндер өте Андрей мен Мараттың аралары жақындап, біреуі оған сабақ үйретіп, миын толықтырса, екіншісі бокс пен көше қозғалыстарын үйретіп, денесін жаттықтырады. Арасында майда ұрлықтармен айналысып, Андрей темекі шегіп үйренеді. Құттықтаймыз. Бір жақсысы одан түк шықпайды. Байқап отырсақ, екеуінің аралары біраз жылып, онымен қоса қобырға тақалған көтендері де жылып, арам табыспен жиналған ақшаларына сатып алынған арам астары олардың бойына ақырындап сіңе бастайды. Ертесіне музыка үйірмесінде Марат скрипкашы Айгүлмен танысып алады. Содан екеуі күліп танысса да, Айгүл оған телефонын бермей қояды. Марат өміріне мәз болып ауласымен келе жатқанда, алдынан Кощей дейтін универсамның бас старшагы шығып, бір жерге баратынын айтып, Маратқа көлігін тазалатып қояды. Ал мына жақта Андрей Пончиктің көзіне күйік болып, ақша үшін таяқ жеп алады. Марат машинаны жуып болған соң темекінің түтініне шомылып отырған старшактардың хатасына тап болып, сол жерде 100 грамм деген тек массаны өлшейтін физикалық шама емес екенін анықтап алады. Отырыс барысында Кощей Маратты өзіне тартып миын аштады. Кешке қарай Андрей үйіне оралып, көзіндегі фингалдарды ақтайтын себеп тауып, шешесіне 1000 түрлі өтіріктерді соға бастайды. Есесіне мектепте ақша жинап жатыр дейтін тағы бір өтірігін айтады. Ақырында шешесі оған ақша бере алмайтын болып шығады. Оны түсінген Андрей азан мен сабағына бара жатып, Маратқа жолығып, одан көмек сұрайды. Артынша екеуі фингалдарымен жарысып, таңғы астарын ішіп отырып, Андрей өзінің чушпандық өмірден шаршағанын айтып, тобырға қосылуын сұрайды.
Марат оны барынша алшақтатуға тырысады. Андрей оның артынан қалмай мұғалімдерден Айгүлдің телефонын алып, тобырда жиналып тұрған жерінен Маратты шақырып, оған Айгүлдің телефонын береді. Марат көке қоя саш дегенге келтіреді. Бірақ Андрей сонда да иесіне байланып қалған күшік сияқты оның артынан қалмай, тобырдың дәл ортасына жетіп келіп, старшактарды алаңдатады. Андрей өзінің нормальный пацан екенін дәлелдеп, старшактардың сұрақтарына сөзден ұсталмай, дұрыс жауаптарымен олардың сеніміне аздап жақындай бастайды. Ендігі рәсім тұмсық бұзу болғандықтан, Андрейдің сағы қаншалықты сынатынын сынбайтынын тексеру арқылы оны Маратпен жекпе-жекке шығарады. Нәтижесінде Андрей шыдап беріп, тобырға қабылданып, осы сәттен бастап пацандық босағаға сол аяқпен қош келеді. Әрі қарай Андрейдің пацандық көше қаңғыру, картопты отқа қақтап жеу, аяқ жылыту, ыс сасу дейтін 5 жұлдызды лакшери өмірімен таныс боламыз. Одан да жылы үйде чушпан комсомол болып жата бергенін дұрыс пе еді деп қоямыз осы жерінде. Содан Андрей үйіне бір соғыстан жауды қырып келгендей болып, көзіндегі еселенген фингалдарымен шешесін тағы алаңдатады. Ертесіне Пончик әдетіне басып Андрейді тағы қыспақшы болады. Алайда Марат кеп қалып, керісінше оның көзін қыстырады. Артынша Марат Андрейге көше қозғалыстары мен тобырлардың түрлерін түсіндіріп, картаны ашып жіберіп, оған пацанша сабақ түсіндіреді. Оның айтуы бойынша, Татарстанда 70-ші жылдары шын өмірде болған Казань феномені дейтін, жас өспірімдермен кәмелеттік жасқа толмаған чиголдардан құралған тяп-ляп дейтін қылмыстық топтың түзілуі осы бәленің барлығының қалыптасуына себепкер болған екен. Әрі қарай Татарстан аудан-ауданға бөлініп, бір-бірімен қырық пышақ болып, көшенің арғы беті, бергі беті дейтін ырылдасу пайда болады. Арасында қарсыласына шайнекпен жүгіретін және троллейбусты аударатын қояншық топтарда айтылады. Мына көріністерге қарап, талпана талпа дейтін сөзді бір еске түсіріп аламыз. Сыртқа шыққанда Марат Айгүлге қоңырау шалып, оған кездесу жариялайды. Кешке қарай екеуі аулада темекілерін шегіп отырады. Бір кезде арттарынан Зима дейтін көкелері келіп, бұларды темекімен ұстап алады. Тәртіп бойынша старшактың алдында темекімен ұсталсаң, оны жұтудан басқа амал жоқ. Сондықтан екеуі Турба мен Зимадан таяқ жеп алады. Артынша ертең Мәскеуге барып, арам ақша жасайтындары айтылады. Бірақ алыс жерге жолға ақшаны қайдан табады? Содан Андрей шешесімен қарындасын шырылдатып, үйіндегі фотоаппаратты қолына алып, түнделетіп ақша табуға көшеге шығып кетеді. Клиенттердің табылар түрі жоқ. Бір кезде полиция қызметкері шығып, Андрейдің әкесінен қалған естелік сағатқа көзі түседі. Жында Андрей соны сатып, пойыздың жол ақысын жасап алады. Жолда Андрей ең алғаш пальто дейтін лақабатқа ие болады. Пацандар ұрлаған арам ақшаларын қайда жұмсаймын дейтін шіркін армандарын айтып тұрғанда, арасында Ералаш дейтін біреу әжесіне үтік алып беретінін айтып, барлығын ду күлдіріп алады. Сөйтіп ертеңіне пацандар Мәскеудің атақты университетінен пайда болып, шырттай киінген студенттерді шешіндіруге көшеді. Марат пен Андрей бір қуысқа кеп, қабырғаға сары ізін салып тұрған тағы бір студентке гоп-стоп жасап, оны өлердей соққылайды. Нәтижесінде ол бұларды ұстап береді де, Андрейді бөлімшеден бірақ шығарады. Бұл жақта Андрейдің шешесі жылап, менің балам мұндайға бармайды, қойыңдар дейтін жырға салады. Алайда жұдырығындағы жарақат кері әрекеттерді дәлелдегенде, мен мұндай сұмдықты тәрбиелеген жоқ едім ғой дейтін ананың зары жүректі өртеп, шешесі өзіне қояр орын таппай дәлізге шығып кетеді. Ирина Андрейден түсініктеме алу мақсатында A4 қағаз дайындайды. Андрей сөз тауып, Иринаны ертең киноға шақыру арқылы оны сындырып алады. Нәтижесінде A4 парақ тұрған орнына қайтадан секіріп мінеді. Ирина да кетер емес болып, жарайды, қайталанбасын дейтін көңілімен көп ұзамай Андрейді босатады. Сыртқа шыққанда Андрейді тобыры күтіп алып, бұны арыз жазбайтын, достарын сатпайтын қасиетімен құттықтап қастарына қосып алып кетеді. Оны көрген шешесі сілейіп бір орында қатып қалады. Біраз уақыттан соң Андрей чушпан шашымен қоштасып, пацандық образына ене бастайды. Ол аздай Марат оны үйіне апарып, өзінің бас киімін кигізіп, тағы бір сән үлгісін көрсетеді. Содан кешке қарай Марат Айгүлін күтіп тұрады. Андрей шақырылған Иринасын күтіп тұрады. Нәтижесінде Ирина бірінші келіп Мараттың көзін алартып зыттырып жібереді. Осы кезде Андрей екі жаққа да сәлемі түзу екенін байқаймыз. Біраздан соң Андрей Иринамен залға кіріп жайғасады. Әңгімелері енді жарасып келе жатқанда, кино алдында қылмыстық тобырларға қарсы шағын үгіт насихат видеосы қосылып, барлық отырған көрермендердің шыдамсыздықтарын қыштады. Бір кезде Ирина шығып, Андрейдің тобырға кіріп кеткенін жария қылып, оны сахнаға көтерілуін сұрайды. Андрейде залдан безіп шығудан басқа амал қалмайды. Мына жақта Марат Айгүлдің пәтеріне келіп, онымен кездеседі. Марат Айгүлге жақындаудың амалын таба бергенде, оның әкесі кіріп қалып, Марат кездесуді басқа жаққа, басқа күнге қалдырады. Біраздан соң көшеде Кощей бастаған 50 берсең 100 аласың, кемпір берсең қыз аласың дейтін азартты ойын қызып жатады. Марат бөтен адам сияқты түр жасап алып, ойыннан екі есе ақша ұтып алады. Ойынның қулығы да соған
соған негізделген етін. Яғни өзара ойын ойнап басқаларын қызықтыру. Бір кезде Андрейдің шешесі ойынға құнығып 100 рубль және басындағы құндыз бөрігін тігіп соларды ұтылып қалады. Әрі қарай үстіндегі ішігін тігейін деп тұрғанда, Марат оны байқап, "Қашыңдар, мен тергеп қалды" дейтін дабылын қағып, әлгі орында барлығын тарқатып жібереді. Артынша бір қуысқа барып, Кощей бұның барлығы Андрейдің шешесінің шешінуін тоқтату амалы болғанын анықтап, Марат тиісті жақсынуын қабылдап алады. Андрей үйіне келіп, Илдар дейтін майормен танысады. Ол тартып алынған бас киім жөніндегі шақыру бойынша осы үйге жетіп келген екен. Оған қоса бұл кісі әлі Андрейдің шешесіне қараушы адамға айналады. Алға шауып қайтеміз, оны уақытысында көресіңдер. Содан Илдар Андреймен оңашада қалып, оның тобырға енгенін түсініп, солар жайлы ақпарат біліп алу үшін "Ертең маған жұмысқа кел, хорошо? Мен саған неше түрлі кәмпит берем" дейтіндей әңгімесін айтып Андрейден келісімін алады. Марат үйіне келгенде дастархан үстінде әкесі оны күтіп алып, "Неге сен осындай болдың? Неге андай болдың?" деп харам суын ұрттап қапа болып отырады. Марат оны тыңдаудан безіп бөлмесіне кетеді. Ертесіне Андрей музыка үйірмесінде отырып, Шатуновтың "Седая ночь" әнін пианинода ойнап мұғалімді шошытады. Артынша әлгі Илдардың жұмыс орнына келіп жайғасады. Илдар оған компьютер ойнатып біраз оны еркелетіп алады да, алдына парағын қойған бетте Андрей қолына қалай қаламсап алғанын өзі де түсінбей қалады. Ертесіне Марат бұның екі жаққа да жағып жүргенін түсініп, Андрейге тіреліп алады. Сөйтіп тұрғанда Мараттың братаны Адидас Ауғанстаннан оралып көзайым болады. Адидас оның басындағы америкалық бас киіміне риза болмайды. Артынша пацандармен футбол ойнап көңіл көтереді. Соңында Адидас "Мен жоқта не бүлдірдіңдер?" дейтін сұрағын қойып, пацандардан Кощейдің есіріп жүргенін біліп алады. Содан барлығы жиналып өздерінің түнейтін үңгірлеріне аттанады. Бұл жақта Кощей мен Вова қош көрісіп, мәселені ақырындап шеше бастайды. Екеуінің диалогтарын тыңдап отырсақ, мәселенің биыл шешілетін түрі жоқ. Былай тартсаң мына жағынан ағып кетеді, былай тартсаң мына жағынан төгіледі. Біле білсек, Вова Адидас кезінде боксер болғандықтан, көшеде кездескен жаудың бәрі оның жұдырығы жұмылмай жатып ұйықтай берген етін. Сондықтан Кощей қасындағы дәумен спарринг жариялайды. Егер Вова ұтса, онда Андрейдің шешесінен алынған 100 рубльдің 30-ы қайтарылатын болады. Адидас не дегенмен Ауғанстанда әбден автомат ұстап қалғандықтан, былғары қолғаппен құлаштауды ұмытып жекпе-жекте жеңіліс табады. Біраздан соң Адидас елде капитализмнің жақындап келе жатқанын түсініп, жақын арадағы арам болса да бизнес жоспарын құра бастайды. Солайша құндыз бөріктің мәселесін шешетінін айтып, Андрейді мәз қылады. Андрей барлығының қолын алып қоштасады. Алайда мәселе Маратпен байланысты болғандықтан, оған көзін тырыстыра беруін жалғастырады. Кешке қарай Андрейдің үйіне Ирина келіп, онымен оңашада сөйлеседі. Ирина кинотеатрдағы болған жағдайдан соң Андрейден кешірім сұрап, ертең оны квартирник дейтін тірі музыкалық қойылымға шақырады. Ертесіне пацандар трассаға шығып алып бизнестерін бастайды. Көліктердің алдына доңғалақ қақпақтарын қою арқылы олардан өту ақысын сұрап ақша жасайды. Қарсыласқандарға дөрекі күш көрсетіп, қалталарын босатып алады. Сөйтіп көрінгеннің барлығын тоқтатып, тек полиция келген кезде ғана табандарын жалтыратып бүгіндікке тапқан ақшаларын бөлісіп алады. Әрқайсысы өз сыбағаларын алып, қалған ақшаны кешке болатын дискотекаға жұмсамақ болады. Ералаш аңсаған үтігін алып үйіне келіп әжесін бір қуантып алады. Ал Андрей 25 рубльді кітаптардың арасына қыстырып шешесіне сюрприз жасайды. Алайда Светлана оның ұрлығы екенін түсініп қойып, ақшаларды бетіне лақтырады. Андрей шешесіне ренжіп дискочқа қарай тартып кетеді. Ал дискотекада Адидас дембел формасын киіп алып, көрінбей кеттің көптен, әшшалау бермей өтпең дейтін қозғалыстарын келтіріп керемет болып жүреді. Сол уақытта Марат Айгүлді дискотекаға шақырады. Алайда оның әкесі үйінде отырғандықтан Айгүлге қашып шығудан басқа амал жоқ. Сөйтіп екеуі тіріліп келген Лениннің машинасына отырып дискочқа қарай бет алады. Дискотекада түрлі тобырлар шеңбер құрып биді сойып жатады. Андрей Иринаны биге шақырады. Ирина бармайын деп қызметіне беріктігін көрсетеді. Марат пен Айгүл вальсқа еніп, қолдары тиісті жерлерін сипай бастайды. Сол уақытта көшеде Ералаш пен Кирилл автобусты ұстап тұрам деп универсамға тіс қайрап жүрген басқа ауданның тобырына кезігіп қалады. Нәтижесінде олар Ералаштың басына секіріп, киноның атын шығарып береді. Оған куәгер Кирилл шок болып, автобуста аман қалады. Би барысында Андрей разъезд тобырына қарай барып, пончикті пәріп жіберіп, арада топтасу жекпе-жегін ушықтырады. Залға тез арада полиция түсіп бәрін ажыратуға кіріседі. Кейіннен Ирина, Марат, Андрей және Айгүлді бір жерге әкеп тығып қояды. Біраз әңгімелерден соң майор Илдар келіп, Марат пен Андрейді және басқа да пацандарды бөлімшеге алып келеді. Ол Андрей үшін бөлек жер тағайындап, оның әкесіз өсіп жатқанын ескеріп, киіз етіктің ішіне кірпіш салып, әке тәрбиесі қалай болу керек екенін жақсылап тұрып көрсетеді. Марат Андрейдің алдында кінәлі сезініп, өзіне қояр орын таппай, әлгі дүкенге келіп басқа сатушының кезегінде ұрланған қымбат кепканы өткізіп, орнына бөрік алмақшы болады. Тәнмей қалады деп ойлаған ғой. Бір кезде алдыңғы сатушы шығып қалып, бұны тәніп қоятыны бар емес пе? Содан Марат сыртқа қашып шығып, ағылшын апайдың басына көзі түсіп, соның бөрігін қағып алып, пацандарды жинай сала, Андрейдің кіреберісіне аяқ киімдерді распродаж жағып жіберіп, оның шешесіне көз бояушылық сыйлық жасайды. Біреуі қуанса, біреуі шырылдайды дейтін заман не істетпейді енді. Светлана әлгі жерде мәз болып,
алып, Андрейдің достары сондай мейірімді екеніне көзіне тағылған Барбидің көзілдірігімен бір тамсанып алады. Ал мына жақта Флюра Габдуловнаның жылап жатқанын бұл кісі қайдан білсін? Біраздан соң Мараттың әкесі үйіне келіп, түк істемеу дейтін жұмыс тауып алып, соны істеп жатқан Адидасқа қапа болып, мына жатсың болмайды сенің дейтін қазіргі таңдағы ұрыстың ошағында қайнап жатқан ең танымал әңгімелердің бірін айтады. Ертесіне Кирилл өзін кидала сезінуден безіп, жөлмекпен шекесін жарақаттап, өзі де сол шакалдарға таланғандай түрімен патсандардың ордасына ойбайлап кіріп келеді. Әңгіме барысында Ералаштың жоғалғаны анықталады. Сол себепті Марат оны іздеп әжесімен жолығады. Әжесі оның ауруханаға түскенін біліп, сорпасын дайындап жиналып жатады. Оны естіген Марат әжесімен ілесіп сол жаққа аттанады. Біраздан соң барлығы ауруханаға жиналғанда, бұларды кезекші күтіп алып мәйітханаға шығарып салады. Байқұс әжесінің ойында түк жоқ. Қолына сорпасын ұстап, Илдармен бірге ішке кіріп, Ералаштың мынадай денесін көріп, аңырап сыртқа атып шығады. Марат оның қасына отырып, әжесін жуата бастайды. Илдар Андрейді ішке кіруін сұрайды. Турба, жоқ, бәріміз бірге кіреміз, деп тұрып алады. Илдар, ол жағын уайымдама, әлі әрқайсыңнан жеке-жеке спрос болады, деп Андрейді ішке алып кіреді де, мәйіттің аялдамадан табылғаны жайлы ақпарат береді. Сол уақытта старшактар Кириллді сұраққа алып, ал түсіндір, дейтін әңгімесін бастайды. Біле білсек, Кирилл түр жасап келгенде, бұларға шабуылдың басқа жақта болғанын айтқан етін. Енді Андрей Ералаштың мәйіті аялдамадан табылғанын біліп, Кириллді сөзден ұстап алғысы келеді. Кирилл әрі жұтып, бері жұтып, әлгі жерде бәленің бәрін разъезд тобырындағы патсандарға жаба салады. Ертесіне Марат разъездің белгісіне сары ізін салып, олардың үймелеп отқан жеріне барып, разъезд! Чушпаны! деп айқайлап қашып, универсам тарапынан қарымта стрелға кеп тірестіреді. Арада үлкен чайқас басталып кетеді. Содан универсам патсандары барлығын ұйықтатып болған соң, олар автобуста отырып, болған жайтты қайта айтып, хаха ұстау дейтін сәт орын алады. Барлығы ордаларына келгенде, универсам және разъезд тобырларының старшактары Кирилл қышытқан чайқасты талқылап, бұларың не, кезінде бүйтіп едік қой, сөйтіп едік қой дейтін жақсылықтарын міндетсініп, түсінбестікте отырады. Сонда Кирилл кіріп келіп, старшактардың сұрағына жұтқыншағын дайындап, кім шабуылдағанына нақты жауап бере алмай сөздерін жұтып тұрады. Олар кеткен соң Кощей Кириллді ортаға салып, оны сұраққа алады. Бір қызығы, алдыңғы серияларда үй іргесінде жатқан дядь Толя әлгі автобустың жүргізушісі екен. Ол мына болған жағдайдың бәрін көргендіктен, Кощей сол ақпарат жайлы құлағдар болып, осы жерде Кириллдің өтірігі шығып қалады. Ол оған да өтірік жауап беріп, алдындағы айтқан өтіріктерін ұмытып, разъезге бәлесін жапқаны да білініп қалады. Былай айтқанда барынша сөзден ұсталып, чушпандыққа қадамын жақындата береді. Нәтижесінде Кирилл тобырдан қуылып, тиісті соққыларын қабылдап патсандардың түкірігіне батып кетеді. Андрей түкіруден безеді, бірақ Турба оған да түкіртеді. Енді осы сәттен бастап бұнымен ешкім қол алып амандаспайды және басқа да тобырларға қосыла алмайтын болады. Содан ертесіне Ералашты жерлеу рәсімі орын алады. Адидас патсандардан тиын жинап, керек жараққа оны жүргізушінің қолына ұстатады. Артынша патсандар ұрандарын айтып, Ералаш үшін кек алатындарымен ант етеді. Андрей үйіне келгенде, шешесі бұның көше қаңғырып жүргеніне ашуланып, оны мектеп жастан қабылдайтын Суворов әскери оқу орнына бермекші болады. Света жатқан бөлмеден Илдар да шыға келіп, осы сәттен бастап саған енді мен әке болып қалуы мүмкін, кім біледі, дейтін әңгімесін бастап, артынша Андрейге іздеуде жүрген Хади Такташ тобыры жайлы ақпаратымен бөліседі. Сонымен қатар Хади Такташ тобырынан Равиль Исаков дейтін мынау біреу Ералашты өлтірген сұмырайды айтып қалады. Оны естіп алған Андрейдің бір аяғы осы жерде, бір аяғы мына жақтан пайда болып, дереу старшактармен бөліседі. Сонда Зима шығып, сен өзің 200-ді бәлекесің. Ана жақта мусормен сыр бөлісесің, мына жақта бізбен нан бөлісесің. Мүмкін сені ол әдейі осы жерге жіберіп отқан шығар. Шыққанда қазір бізді бір қора жақсы адамдар күтіп тұратын шығар. Сен соны ойландың ба? Деп Андрейге күдіктене бастайды. Біраздан соң Андрей Иринаның квартирнигіне барып, сол жерде жиналып отқан музыканттармен және Джон дейтін хоббитпен танысады. Ал олар бұған ала көзімен қарап, гопник Андрейді жақтырмай қояды. Андрей андағыны ән деп тұрсың ба, онда мәсаған деп пианинода өз өнерін көрсетеді де бәріне ренжіп шығып кетеді. Ирина оны қуып жетем дегенше, ана жақтағы подъездің есігі жабылып жатады. Ертесіне әдеттегідей Ескендір тарапынан ілгіштердің арасында чушпандарды секіртіп тиын қағып алу әрекеті орын алады. Сонда араға Андрей түсіп, чушпанды өзіне меншіктеп пончикпен жұдырық сермесіп төбелесе кетеді. Нәтижесінде Андрей жеңіп, чушпанды босатады. Осы жерінде Андрейдің іс әрекетіне шын мәнісінде шапала құрып қойсақ болады. Сабақта отырғанда кабинетке директор кіріп келіп, Ағылшын апайдың бас киімін тартып алғаны жайлы құлақ қағыс айтады. Осы сәтте Ағылшын апай онымен қоса мектептің завучы болып шығатыны қалай кетті? Масқара. Содан Андрей
Андрей асханаға келіп, менің шешеме ұрланған бас киім әкеп бергенің не? Дейтін кезекті ренішін білдіреді. Бір кезде Флюра Габдуловна пайда болып, жәбірленер алдында бұрышта Маратты көргенін айтып, оны тәртіпке салмақшы болады. Марат қашып құтылады да пацандардың жиналып жатқан жеріне тап болады. Адидас оны төсектің астында кастет жатыр. Алып кел соны, деп жұмсап жібереді. Ал үйде бұлардың әкесі директордан бас киім жайлы ақпарат естіп алып, қамшысымен сабайтын көтен іздеп отырады. Содан Марат кастетті ала бергенде, оны әкесі бас салып, пәтер ішімен Джерриді қуған Том секілді. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын дейтін Абай атамыздың сөзін еске түсіріп Маратты тәрбиеге салады. Нәтижесінде жынды болса байлап бақ дегендей оны әкпесінің үйіне апарып тастауға көшеді. Волгада отырғанда терезе біресе буланып тұрады, біресе құп-құрғақ. Одан кейін қайтадан буланып, сосын қайта кеуіп кететіні қызық болады. Сол уақытта Кащей келіп, старшактарды қасына шақырып алып, Ералашты өлтірген Хади Такташ екеніне көз жеткенін білдіреді. Алайда Кащей задни беріп, өз жоқтың көз жоқ дегендей, Ералаш өзі бірінші допускат етіп оқтағаны үшін таяқ жеді дегенге келтіреді де, ат бойын беріп кетіп қалады. Адидас намыстанып, мен жалғыз өзім барып Ералаштың кегін қайтарамын. Менімен лесесіңдер ме, леспейсіңдер ме, ол өздеріңнің қалауларың, деп Хади Такташты қыруға аттанады. Ал сен не істер едің, қалатын бедің, әлде баратын бедің? Комментке жазып өтсеңдер болады. Мына жақта Марат Волганың есігін ашып, әкесінен қашып зытып береді. Аулада ақырында Адидастың артынан пацандар еріп, жауды талқандауға аттанады. Содан Адидас тобырын ертіп алып, аула арасында шайқас бастап терезеден қараған тұрғындарға тегін концерт көрсетеді. Жекпе-жек барысында Адидасқа тақтайдың шегесі қадалады. Шайқас басталмай тұрып, бір тұрғын полиция шақырып үлгерген болатын. Көп ұзамай олар да келе қалып, бәрін тарқатады. Жарақат алғандардың ішінде Андрей мен Адидасты байқауға болады. Кейіннен той тарқаған кезде Марат келіп, полициядан мән-жайды біліп алады. Түнге қарай ауруханада жарадар Андрейдің қасына Ирина келіп, жындысың сен, Андрей, мүмкін мына жағдай саған сабақ болатын шығар, деп бетінен сүйіп Джонның сәлемдемесін айтып кетеді. Марат Кащеймен жолығып, одан пацандардың бәрі қырылды дейтіндей, осындай жаңалық біліп алады. Оған қапа болған Марат үйіне барайын десе, әкесі қуып жіберген. Далаға шығайын десе, полицияның рейді маза бермейді. Енді оған мына диванда жатып түнеуге тура келеді. Андрей палатасынан шығып, посттағы медбикеден Равиль Исаковтың қайда жатқанын біліп алып, соның палатасына тісін қайрап жетіп келеді де, Ералаштың кегін оны пәріп жіберу арқылы қайтарып, артынан 667 соққысымен байқұсты ауыр жарақаттайды. Таңертең Марат ауруханаға келіп, ішке кіре алмай тұрады. Бір кезде көз алдынан интерндерді көріп қалып, солардың біреуінен күшпен халатын тартып алып, ішке интерннің түрін жасап кіріп кетеді. Осы кезде Хади Такташтықтар терезені сындырып ішке ене бастайды. Турба, Марат және Андрей Адидасты алып қашу операциясына кіріседі. Лифтте тұрғанда Адидас ең алғаш Наташа дейтін медбикені көріп, көздері жайнап кетеді. Содан лифтқа кіргенде бұларды хадиштер жұдырықпен күтіп алады. Ал үшеуі оларға қолмен де, құтымен де тойтарыс беріп, дәліз бойымен зуылдап отырып сыртқа аман-есен атып шығады. Әрі қарай көрінген көлікке Адидасты салып, оны гыталық тәсілмен айдап кетеді. Әлгі жерде Андрейдің шешесі мен қарындасы шығып қалатыны бар емес пе? Мына көріністі көрген шешесі мен қарындасының реакциясын аяп кететін жеріміз тағы бар. Жол-жөнекей арттан қуған полицияны ладаға соғып, әйтеуір барлығы аман-есен өздерінің мекендейтін үңгірлеріне жетіп алады. Бөлмеге куртка туғыш лампа кіріп келіп, бәріне куртка таратып береді. Осы сәтте Адидас Маратты сұраққа алып, шайқас кезінде қайда балдың? дейтін сұрағын қояды. Марат мына оқиғаны айтып жауап береді. Ал Адидас оған сенеді. Бір кезде Андрей Равильді ұрғанын мойындайды. Сонда Турба ашуланып, көке, старшактардың орнына шешетін сен сонда решала медің? дейтін әңгімесін бастайды. Ал Адидас керісінше оны қолдайды. Соны Турба көре алмай, ісім сендермен болсын дегендей тұрып кетеді. Енді не істейді байқұс, Адидасқа қарсы шыға алмайды ғой. Біраздан соң Марат Андреймен ілесіп, Джонның тобымен орындалып жатқан музыкалық үйірмеге келеді. Бұл жақта әңгімелері жараспай, түбінде Мараттың жүйкесі сыр беріп, екеуі де шығып кетеді. Түнге қарай Мараттың баратын жері жоқ болғандықтан Андрейдің үйіне қона салады. Шешесі әдеттегідей Андрейді сұрақ қалады. Андрей оны жуату үшін барынша өтірігін соғып, жай әшін бүйткен ғой, жай әшін сөйткен ғой дейтін жауаппен сендіргендей болады. Алайда Светаның шатыры кетіп, түннің ортасында бағдарламалары бітіп, дыңылдап тұрған экранға қарап, Андрейге 1 грамм сенбейтінін айтады. Ертесіне Света Андрейді жетектеп, Суворов әскери оқу орнына апарады. Бұл жақта Андрей басшымен жолығып, оның бойындағы жеп жататын қасиетін бетіне басып, кабинеттен қуылады да, сыртқа шыққанда шешесіне түстім деп өтірігін соға салады. Мына жақта Марат Айгүлмен кездеседі. Айгүл қас-қабағын түйіп алып, 2 күн бойы хабарсыз кеттің, қайда болдың? деп ренжіп Маратпен арақатынасын үзеді. Ал мына жақта Кощей Бухалович қызын құшақтап, арақ шарап темекіге қақалып отырғанда, Андрей кеп қалып, сені ана жақта Вова шақырып жатыр, деп оны аулаға алып шығады. Осы сәтте Кощей Хади Такташтың старшактарымен сөйлесуге қорқып, өтіріктен Ералашқа бәле жаба салғаны анықталады. Арасында бір кісі келіп, жақын маңдағы видео салонын жарнамалап, мекен жайын айтып кетеді. Оны Кощей қуып жібереді де, осы төңіректегі пацандарды мен тәрбиеледім, бәрі менің арқамда, деп міндетсінуге көшеді. Алайда соның кесірінен мынадай әурешілік туындағанын ұмытып кеткен болар. Бір кезде Адидастың оған қарсы шағымы жөн болып, пацандар Кощейді таптап соққыға жыға
шығады да көше біздің қарауымызда дейтін ұрандарымен ауланы басына көшіреді. Артынша пацандар Кощейдің сақтап жүрген сейфін ашып, ішінен жиналған ақшалар мен қалталарын толтырып, көше шулатып қаңғы бастықтарына басады. Оған қоса револьвер де өзіне ұсталатын қолын тапқанына риза болады. Біраз уақыттан соң пацандар әлгі жарнамалап кеткен кісінің видеосалонына барып неше түрлі фильмдер көреді. Арасында енді не көретіндерін көрсетпей-ақ қояйын. Әйтеуір барлығы әжетханаға кіріп оңашаланумен болады. Соңында видактың иесі жақсы пайда тапқанына қызыққан Адидас бізге де осындай ашу керек дегендей ойға келеді. Ал ойлардың барлығы ылғи да адал бола бермейтінін жақсы түсінеміз. Содан Марат пен Турба бір айналып келіп, салонның иесін әңгімеге тартып, оның көзін алдай тұрады. Сол уақытта Андрей терезе арқылы бөлмеге еніп, видеомагнитофон мен бірқатар кассеталарды ұрлап кетеді. Бірақ оны үй иесі көріп қойып, оның түрін жаттап алады. Ал мына жақта Илдар Равильмен болған оқиғаны тергеп, куәгерлерден ақпарат сығып алумен айналысып отырады. Артынша кезекшіні сұрақ қалғанда, ол Андрейге ұқсайтын бір баланың палатаға кіргенін айтып, қыңқ етеді. Түнге қарай Марат пен Андрей үйге оралады. Марат өз үйіне қоңырау шалып, шешесімен хабарласады да, одан түрсимайкым дайындап қойшы, папа азанда жұмысқа кеткенде барып алып кетем дейтін сәлемдемесін береді. Біраздан соң барлығы үстел ойынын ойнап отқанда, Илдар келіп Маратты үйден қуа бастайды. Света Марат үшін тұрып беріп, керісінше өзін қуып жібереді. Кетіп бара жатып, Илдар Андрейді оңашаға шақырып алып, әлгі Равильдің жағдайы ауыр екенін хабарлайды. Егер ол өліп қалса, Андрейді түрмеде үлкен өмір күтіп тұр деген сөз. Сондықтан ол ертең Андрейді өз еркімен бөлімшеге келіп, анық-қанығын айтып кетуін сұрайды. Азанда Марат мұзбен қаруланып, әкесінің кетіп қалғанын күтіп тұрады. Ол кеткен соң үйге кіргенде, байқұс шешесі оған керек жарағын, тамағын салып беріп, шығарып салып жатқанда, алдынан әкесі шығып қалып, бопты, қорықпай-ақ үйде жүре берші деп екеуінің тақымдарын жібереді. Андрей Иринамен кездеседі. Ол Равильді ұрған Андрей екенін түсініп, оған тырысып жүреді. Сонда Андрей, ол жексұрын Ералашты өлтірді, оған сот жоқ. Ал мен оның сазайын беріп қалып едім, бүкіл кінә маған жүктеледі екен, дейтін зарын айтады. Оған Ирина, негізі ауыр халде жатқан ауруды ұрған адамды мен сыйламаймын деп жауап беріп, оны қуып жібереді. Мына жақта кешкі ас кезінде Марат пен Адидас дастархан үстінде отырғанда әкесі келіп, бас киім жайлы подкасттарын бастап жібереді. Тәрбиеге Адидас та жағаласып, оны осы сәттен бастап қадағалайтын жайлы айтады. Нәтижесінде әкесі одан аттестатты аман-есен алып шығуын талап етіп, Маратты басқа мектепке беретін болып шешеді. Ертесіне Светлана Флюра Габдуловнамен жолығып жатқанда, ол бұның басындағы өзінің бөрігін танып, оның ұрлық екенін айтып түсіндіреді. Светлана ұялғаннан қояр орын таппай үйіне жалаңбас қайтады. Үйіне келгенде ол барынша шатырдан тайып, жанып тұрған газға шашын өртіп, Юля мен Андрейді шошытады. Солайша Светлана ақыл есінен адасып, психозға ұшырап, жындыханаға түседі. Ал екі бала кәмелеттік жасқа толмағандықтан Юляны балалар үйіне жіберуі мүмкін. Сондықтан сендерге қарайтын біреу бар ма деп сұрағанда, Андрей қазір әпкем келеді, сол қарайды деп өтірігін соға салады. Содан Андрей Юляны жуатып, екеуі күй табақ тыңдап отырады. Адидас дәрігерлерден Равильдің қал жағдайын сұрап, оның басқа палатаға ауысатынын біліп алады. Келе жатып Наташаны көріп қалып, онымен танысып алғысы келеді. Қыз өзінше атын айтпай қояды. Сонда Адидас нөмірін сұрайды. Қыз, қайдағы нөмір? Мен пәленше деген общагада тұрамын деп өзінің нақты мекен жайын айтып қояды. Ал Наташа, күт енді Адидасты. Марат Айгүлмен кездеседі. Айгүл оған әлі тырысып жүреді. Нәтижесінде екеуі ұрысып, Айгүл қарға іздерін салып мектепке қарай жол тартады. Жолда Лада мен бір тентек Айгүлге тиісіп, қыр соңынан қалмайды. Сонда Айгүл өзінің Маратпен жүретінін айтып қашып кетеді. Мына жақта Андрей шешесіне келіп, бас киім жайлы айтып, достарының қылмыс әрекетін ақтап, тағы бір порция өтірік айтады. Шешесі оған үн қатпайды. Оны көріп, психиатр Андрейді сыртқа шығарып жібереді де, бұл кісі әлі биыл сауықпайды дейтін әңгіме айтады. Вова Хади такташтықтармен жолығуға келеді. Содан Адидас Кощейдің қуылғанын айтып, Хади такташтық старшакпен қол алысып майзаға келеді. Тек мынаның курткасы жыртылып қалған екен, соны төлеп бере салса болды. Ештеңе қылмайды, лампаны тауып аламыз да куртка туғыза саламыз дегендей ғой. Біраздан соң Адидас Марат пен пальтоны жетектеп дүкенге алып келіп, сатушылардан кешірім сұрап, ұрланған кепкалардың шығынын қайтарып береді. Артынша сатушыларға тортын ұстатып, қасындағы құр тұрған бөлмеге ұрлаған видиктерін қойып, видеосалон дейтін бизнес ашып алмақшы болады. Ол үшін бөлменің ішіндегі қоқыр-соқырдың бәрін шығарып, ішін жақсылап тұрып тазалау керек болады. Кім істейді? Әрине, ит күшік құйрығын жұмсап жатып, әйтеуір бөлме ішін қанттай қылады. Теледидарды қайдан алар екен деп отырғанымызда, Андрейдің үйіндегі теледидар ош жерге кеп, дидарын жарқыратуға қарсы болмайды. Терезеге газет жапсырып, елді тегін сығалау мүмкіндігінен айырады. Орындықтар әкелінеді. Кабельдер өздерінің тесіктерін тауып мәз болады. Арасында Адидас Джон Крамердің қуыршағына косплей жасайды. Артынша екі сатушыны сындырып, қызына сыйлық ретінде капрон чөлкөй алады. Енді сыртын жарнамамен қатырып тұрып превью жасау керек. Пацандар қыруар қағаз құртып жатып, нәтижесінде есікке Казвойстың превьюлары сияқты бір бәлені әкеліп іле салады. Қарап отсаң, бизнестері біраз жерге барып, көптеген көрермендер пайда болып жатқанын байқаймыз. Превью маңызды емес екен деп қоямыз осы жерінде. Содан Андрей мына жақта Иринаға шешесінің қал жағдайын айтады. Ирина өзінің туылған күнін атап ресторанға жиналып жатқандықтан, оны қасындағы көмекшісі қамқорлық тексерісіне тіркейтін болады. Андрей каз үйімдегі әпкем шақырып келем деп кезекті өтірігін айтып, Иринаның артынан қуып, жұлдыз мейрамханасына жетіп келеді де, Джонның
Иринаға ән арнап тұрғанына көзі түседі. Сөйтіп өзінің атынан Иринаға балмұздақ беріп сахнаға шығады да Иринаға керемет ән орындап береді. Оны көрген Джон бұнысы қалай екен деп түсінбей Андрейдің қасына барып бұның қалай дей бергенде Андрей оны пәріп жіберіп арада қораздану басталады. Мына жақта Адидас Наташаны күтіп колготкасын дайындап тұрады. Ол келгенде Жиздухадағы Айжамал сияқты кәпеге барайық дейтін сөзден бастап ақырындап танысу әрекетіне кірісе бастайды. Қыз одан сескеніп беріп тұрған сыйлығын алмай кетіп қалады. Сонда Адидас сыйлықты комендантқа бере салуды жөн көреді. Комендант риза болып «Той, жап-жақсы жігіт қой тегі, не болды сонша тырысып?» дейтіндей әңгімесін Наташаға айтады. Жұлдыздағы концерттен соң Ирина Андрейдің үйіне келіп, оның өтірік айтып жүргенін біліп қояды. Соңында енді тыныш жүр жарай ма? Әйтпесе өтірігің шығып қалып, Юлия екеуің балалар үйіне кетесіңдер деген ескертуін беріп, аяқтарын шыға беріске қарай дайындайды. Ертесіне Марат әкесі ауыстырған мектепке келіп құжаттарын өткізеді. Бұның осы мектепке ауысып келгені қандай жақсы болды. Неге десеңдер, Айгүл де осы мектепте оқиды екен. Оған қоса мектептің алдында әлгі жасыл ада мінген тентек тура шыға беріске шлагбаум болып тұра қалғаны бұның мазасын алады. Содан екеуі бір-біріне тырысып алған соң Айгүл Маратқа мән-жайды айтады. Марат соның ладасының қасына келіп тентектен интерес қуалайды. Тентек оны боқтап орыстардың 3 әрпіне, қазақтардың 5 әрпіне жұмсап жібереді. Марат онда мә саған деп тепсе темір үзетін азаматқа, Маратқа айналып одан таяқ жегенсіп, Айгүл ертіп келген мұғалімнің көзінше мен емес дейтіндей байқұс түр жасап алады. Ал мынау есалаңмен алда әлі көрісетін боламыз. Сөйтіп Айгүл мен Марат қайта татуласады. Оған қоса Марат Айгүлді бері тартып плакатын жазғызып алады. Біраздан соң сағызды соза бермей оған таласатын сәттің келгенін үзетін тағы бір сәт, ол кинозаңдылық деп аталатын барлығын жақсы білесіңдер. Осы кезде әлі ерте саған дейміз де Маратты далаға шығарып жібереміз. Сыртта Марат өтіп бара жатқан тұрғындарға жарнама жасап, оларды ішке тартып тұрады. Ал үстінде болашақтан барған тұрғындар пластик терезе салдырып жетісіп жүреді. Біраздан соң қасына Зима жайғасып, Маратқа клиент жинауда мастер-класс үйретіп шиголдарды мультфильм көруге шақырады. Уақыт өте келе Адидас жиналған ақшаларды пайызбен бөліп, әркім өз сыбағаларын алып, Грефке, анаған, мынаған және Видикті ұрлаған Андрейге дейтін қалтаға салуға болатын рахметтерін алады. Марат Айгүлді лифтпен шығарып салып, аяқталмай қалған ісін соңына жеткізіп мәз болып қайтады. Келесі күні сол ісін текпешекте тағы бір қайталап жіберіп мәз болады. Одан кейін мектепте жүргенде кинодан көрген Брюс Ли Робокоп дейтін қара жорғасын билеп, Айгүлмен ара қатынасын біраз жерге апарып тастайды. Ай атасын әлет, әрі қарай не болатынын айтсам спойлер болып кетеді. Сондықтан Андрей не істеп жүр екен, соны көрейік. Андрей қарындасымен үйіне келе жатып, есігінің алдынан Светаны іздеп ішіп алған Илдарды кездестіреді. Андрей оның психоз болғанын айтып хабардар етеді. Кешке қарай видеосалонға түрі жаман көкелер келіп, Валераның артынан шабуыл жасап, видеомагнитофонды Айгүл Пайгүлімен көлікке отырғызып алып қашады да, Жолтый, яғни Вадим дейтін басшыларына алып келеді. Бір қызығы алдыңғы серияларда Андрей ұрлап шыққан Видиктің иесі осы тобырдың қарамағында болған екен. Ал тобыр Домбыт деп аталады. Көз алдымызда керемет болып отырған Вадим Жолтый аталмыш Домбыттың старшагы болып саналады. Танысып қойыңдар. Міне бір мәселе шешімін тапса, екіншісі сәлемдесіп кеп тұрады деген осы сериалдың ұранына айналған сияқты. Мына жақта Адидас пен Марат бір дастарханда отбасымен әндетіп, әкесінің юбилейін тойлап отырады. Сол уақытта Турба мен Зима кіріп келіп, болған жағдайды үлкендерге білдірмей Адидасқа жеткізеді. Айгүл Видикпен жабысып туылғандай, Сарыға оны қайтарып берер ойы жоқ. Адидас бұлардың Снежинка дейтін бардан екенін анықтап, сол жаққа қоңырау шалады. Сөйтіп Сарымен сөйлесіп, 2 сағаттан соң бір жерге жиналып бет-бе-бет сөйлесетін уақыттарын белгілеп алады. Марат Айгүл үшін алаңдаумен болады. Нәтижесінде Адидас Зима екеуі баратын болып шешеді. Ендігі мәселе жаяу барамыз ба, көлікпен барамыз ба дейтін сұрақ. Сонда Турба Кашейдікін ұсынып көреді. Адидас, қойшай соны, олар шоғамен кеп тұрғанда біз алдарынан пирожка возбен шығып тұрсақ қалай болар екен? Шамалы ойлансай, одан да лиязым аман болсын, деп автобуспен баруды жөн көреді. Сөйтіп екеуі аялдамада тұрғанда, Марат әкесінің Волгасын айдап келіп, үшеуі Волгамен барып авторитет жинап алады ғой әлгі жерде. Барда мына тентек Айгүлге Видикті берсең саған ештеңе болмайды деп патсанша сөзін береді де, Видикке П мен басталып О мен аяқталатын кассета салып Айгүлдің қасына жайғасады. Бір кезде Айгүлдің жүйкесі сыр беріп қашып кетеді. Дегенмен екі сөйлеген айуан артынан қуып бөлмеге тығып, осындай бүтін тұрған салафанды теседі ғой. Мына жақта Адидас пен Жолтый кездесіп әңгімелерін бастайды. Сары, бұның дұрыс болмады. Біз қарап жүрген тұрғын өзінің әділ бизнесін жүргізіп отырады. Ал сендер де айнасқа тық қасық, бәрасындар да Видикті ұрлап кетесіңдер. Қой, бұл жігіттің тірлігі емес, деп орынды сөздерін айтады да, тығылып тұрған бір топ патсандарын қоршатып, үшеуін духтан тайдырады. Арада төбелес басталып кетеді. Алайда үшеуі көпке таланып, ауыр соққылармен жарақат алады. Нәтижесінде Жолтый компенсация ретінде 300 рубль талап етеді. Ақшаны қайтарғанша Волга біздікі деген әңгіме айтып, соңында Адидасты тізерлетіп, сол жақтан айт деймін, айт деп аямай ұрып, одан кешірім сұрағанын күтеді. Ол барынша қарсыласады. Сонда Жолтый Маратты алдына әкеп, оны шыңғыртып жатып, құлақ қалқанын кесе бастайды. Вова бұндай көрініске шыдамай мәнерлеп тұрып кешірім сұрайды. Жолтый мырс күліп, Волганы айдап кетіп қалады. Кейіннен барға келсе, Айгүл екі бүктеліп диванда шок күйінде жатады. Оны түсінген Жолтый ашудан да, жарықтан да қызарып, мына отырған айуанды жатқызып қойып, ұрып және
боғы шыққанша теуіп тастайды. Түбінде оны чушпан қылып тобырдан қуады. Мына жақта үшеуі жарақаттарын жетектеп лиазға отырып базаға оралады. Жарақаттарын жуып алған соң Адидас Мараттың қолын байлап, өзі оңашаланып, қораптан не алғанын көрсетпей, "Каз өздерің көресіңдер" дегендей, әйтеуір бірден домбыттықтардың отыратын ордасынан жалғыз өзі пайда болады. Бұл жақта Жолтый Айгүлмен болған жағдайды хабарлап, "Айналайын, ақшаң керек жоқ. Волгаңмен Айгүлді алда кете бер, боссың" деп тағы бір орынды сөздерін айтады. Сонда принципке жатып алған Адидас қалтасынан револьвер шығарып, Жолтыйды және айналасындағыларды аяқтан қолдан жарақаттап, соңында тапаншаны Жолтыйдың басына тіреп, оның аузынан "кешір мені" дейтін сөзді күтіп тұрады. Ал ол айтушы ма еді? Нәтижесінде сол түпке тұрмайтын екі сөз үшін Адидас Жолтыйды атып қылмыскер атанады. Сөйтіп Адидас Айгүлді орап үйге алып кетеді. Базада Турбо Марат пен Зимадан не болғанын сұрап отырады. Зима: "Ей, мен қайдан білейін, жер иіскеп төмен қарап жаттым." Марат: "Ей, мен қайдан білейін, менің құлағым кесіліп жатты" дейтіндей жауаптарын береді. Бір кезде Адидас Айгүлмен бірге кіріп келіп, Маратқа оны үйіне апарып тастауын сұрайды. Илдар барға келіп, болған қылмысқа арналған іс қозғау парақтарын шытырлатып аша бастайды. Марат Айгүлді үйіне апарып, оның шешесінен қарғыс естиді. Біраздан соң Адидас пен Марат Наташаға барып, жарақаттарын емдейді. Осы кезде Адидас Наташаға жақындап, белін қысып алып, ертең болатын киноға шақырады. Ал Наташа келісімін береді. Айгүлдің үйіне полиция келіп, "Не білесің, түрлері қандай, аттары кім?" деп оны сұраққа алады. Бір кезде әкесі жұмыстан келіп, "Ешқандай іс ашпай-ақ қой, ешкімге арыз жазбаймыз. Ел естісе ұят болады" деп дәстүр фильмін еске түсіреді. Ал қыздың жағдайын мүлдем ойлағысы келмейді. Иә, ата-аналар да анда-санда осындай сволыш болады. Мына жақта Турбо Айгүлмен не болғанын білгісі келіп, пацандардың репутациясын уайымдап отырады. Негізі пацандардың түсінігі бойынша, орталарында араласып жүрген қызды біреу ұстап алып, оған жоғары төмен гимнастикасын жасаса, онда ол вафлер болып шығады. Вафлермен жүрген жігіт кім деп аталады? Умзок. Дұрыс, мазок болып шығады. Ал біле білсек, пацандардың заңы бойынша мазоктарды тобырдан қуады екен. Сондықтан Маратты қуу керек. Әйтпесе басқа аудандардың тобырлары оны естісе, олар бізге көтін ашып тұрып күледі дейтін сақтық шара Турбоның мазасын алып қоймай қояды. Үйде отырғанда Адидас жоғарыда айтылған нәрселердің бәрін Маратқа түсіндіреді. Және өзі бұған түк істей алмайтындығын білдіреді. Асханада Илдар Айгүлдің үйінде болған капитанмен кездесіп қалып, одан зорлау қылмысы туралы ақпаратқа құлақ түріп, жәбір көрушінің Айгүл екенін біліп алады. Содан Илдар істі қайтадан ашып, сержантқа тамағын ішкізбестен кафедегі куәгерлерге Айгүлдің суретін көрсетіп, есепте тұрған универсам мен домбыттарды қадағала дейтін тапсырмасына жібереді. Марат Айгүлге келіп, болған нәрсені жеке өзіне сұрап алуға тырысады. Айгүл ештеңе болған жоқ дегенде, Мараттың қуанышы қойнына сыймай, оны кешке дискачқа шақырып кетіп бара жатқанда, алдынан оның әкесі шығып қалып, ауыратын құлағынан ұстап, тұмсығын бұздырып алады. Үйге кіріп, әкесі мұрнын жуып тұрып, қызына сайқалдан бастап қаншықпен бітетін сөздерді айтып, ауызбен шығатыны бар емес пе? Адидас аулаға шығып, пацандарды жинап, домбыттықтардың тас-талқан болғанын хабарлап, бәрін қуантады. Артынша, "Енді осы сәттен бастап қатал боламыз. Бізге тіс қайрап жүргендер өте көп. Стрелға шыққанда Марат сияқты өстіп кешігіп жүресіңдер ме? Ха?" деп арасында інісіне соққы беріп, бәрін қазанға салып бір қуырып алады. Әрі қарай пацандарға жаттығу жұмыстарын жасатқызып, турникке тартылғызып, бокстан өзара үлкен спарринг жасап жібереді. Арасында универсам пацандарының болашақта неден және қандай жағдайда қаза табатындары жайлы ақпараттар беріліп өтеді. Оның ішінде Зима мен Лампа да бар екен. Содан Адидас, "Чо там, пацан болғыларың келе ме?" дегендей бізге тік қарап, Сержан братан дейтін сериалды еске түсіріп жібереді. Кейіннен Адидас Наташаның жатақханасына барып, Наташамен кездеседі. Екеуі енді әңгімелерін бастап киноға жиналып тұрғанда, көліктердің арасында ешкім жоқ еді. Санаулы ғана секундтардан соң екі пацан бір чушпанды қысып тұрады дейтін қателікті байқап қаламыз. Наташа оны байқап, "Ай, оңбағандар!" деген женский такой голоспен оларды қуып жібереді. Артынша бұндай сұмдықты көре тұра, дым істемеген Адидастан көңілі қалып, киноға бармайтын болып шешеді. Айтпақшы, Андрей не болып жатыр? Соны көрейікші. Андрей бөлімшеге келіп, шешесіне дәрігерлердің дұрыс қарамай жатқанын айтып, оны босатып алуға Илдардан көмек қолын сұрайды. Біраздан соң екеуі жындыханаға барып, ешкімге тіл қатпай мүсінге айналып кеткен Светаны көреді. Артынша Илдар дәрігерлермен келісіп жатып, Светаны үйге алып келеді. Света үйге кіре салып, қолына сыбырғыш алып, еден сыпырып қуа бастайды. Оның бұл қылығын көрген Илдар осы үйде қонатын болып шешеді. Кешке қарай Адидас Наташаның терезесін қағып, әлгі чушпанның ақшасы өзіне қайтқанын айтып, оны дискотекаға шақырады. Ол үшін бояну керек дейді. Адидас, "Ой, боянбай-ақ қой, онсыз да әдемісің" деп оны сындырып алып, екеуі дискотекадан табылатын болып шешті. Оған қоса Адидас осы сәтте шиголдан 2 рубль қағып үлгереді. Мына жақта Илдар Светаны жатқызып, қасына Андрейді қойып кетеді. Өзі телефонмен сөйлесіп, көшедегі рейдті күшейту арқылы рахмет. Қайырына кел. Өзі телефонмен сөйлесіп, көшедегі рейдті күшейту арқылы Воваға айып тағып оны ұстап алу жоспарын құрады. Андрей мына жақта тың-тыңдап, оның әңгімесінен құлағдар болады. Түнге қарай Айгүл етігін киіп, қоқыс төгемін деп, әкесін құбырға дейін шығарып салдырады. Әрі қарай зытып беріп дискачқа қарай қашады. Әкесі қуып жете алмай, "Осының бәрі сенің тәрбиең" деп балкондағы әйеліне әңгіме айтады. Дискачта Маратпен кездесіп, екеуі ғимаратқа кіреді. Айгүл ел жұрттан ұялғаны ма, әйтеуір қабырғаға қарап тұрумен болады. Бір кезде вальс басталады. Бәрі қыздарын ортаға шақырып, сызылып,
тұрады. Лампа Wednesday'дегі Юджинге ұқсап тек қызықтаумен ғана болады. Адидастың іздеуде жүргенін түсінген Андрей оны Наташаның құшағынан жұлып алып, сені жақсы адамдар іздеп жүр, ұсталып қалмаш құрсын дейтін хабарламасын қолына ұстатады. Турба Айгүлден көз алмай, оған не болған біліп алуға тырысады. Бір кезде оны Мараттың өзінен сұрайды. Ол ештеңе болмағанын айтады. Сөйтіп Марат әжетханаға келгенде, Зима оны әңгімеге тартып көзін алдай тұрады. Мына жақта Айгүл құрбыларымен жиналып, ламбада биіне тіркесіп вагон бола қалады. Адидас Андрейдің жақсы жаңалығын естіп алып, дереу вагон рельстен шығарып алып, жатақханаға барып мені күт деп Маратты іздеп кетеді. Турба домбыттықтардың сүмірейіп разъезге қосылып кеткеніне күліп, Айгүлмен шын мәнісінде не болғанын біліп алады да, қызының қасына келіп, сол ақпаратпен бөліседі. Білесіңдер, Өсек деген қызға айтылса, ол вирустан да жылдам тарап кетеді. Солайша Айгүл туралы хайп бүкіл залға мәлім болып, ол мазақ пен сөгістің ортасында қалып, қарға да шомылып үйіне еңіреп қайтады. Адидас Маратты тоқтатып, Турбаға оны үйге апарып тастауын сұрайды. Турба өзі бара алмай ма не? Деп осы бастан оған жақтырмай қарай бастайды. Марат үйіне келгенде, Илдар бастаған топ Адидасқа іздеу салып пәтердің ішін қопарып жатады. Илдар аспашам сияқты қымбат заттарға көз салып, бұл бала бай жерде өсіп, қалайша қылмыскерлік дәрежеге түсуі мүмкін? Деп әкесіне сүйектен өтетін сөздер айтады. Сөйтіп Мараттан револьвер жайлы сұрайды. Түнге қарай жатақхана жігіттері терезені ашып, өрт сөндіру құбыршегімен Адидасты көзге көрсетпей тартып алады. Адидастың баратын жері болмағандықтан, енді ол полицияның көзінен осы общагада тығылатын болады. Алайда Наташа оның қандай қылмыс жасағанын әлі әзір білмейді. Сөйтіп екеуі ас үйге жайғасып, гитараны қолға алып, Наутилустың әнін орындап, жанға жайлы романтикаларын бір-біріне сезіндіріп сыр бөлісе бастайды. Андрей үйге келгенде, оны Илдар күтіп алып тамағын беріп отырып, Адидасты қорғағаныңды қой, ол адам өлтірді. Сен солармен дос болып шешеңді жынды қылдың. Баспен ойлансай кішкене, деп ұрсып береді. Андрей шыдамай үйден қаша жөнеледі. Содан ол Иринаның пәтеріне барады. Бұл жақта Джон оны күтіп алып, ішінен аңқ еткізіп қуып жібереді. Енді Андрейге мына диванға келіп түнеуге тура келеді. Мына жақта Адидас пен Наташаның серенадасы бітетін түрі жоқ. Таң атып кеткендіктен мазасызданған көршілер бұлардың ұяттарын оятып береді. Сөйтіп екеуі бөлмеге барып сыйысып, сол жерде ғашықтықтарын көз атыстыру арқылы жалғастырады. Ал Мараттың аңдығаны Айгүл. Ол таңертең сабағына әкесімен бірге шыққандықтан, Марат онымен жолыға алмай қалады. Сөйтіп жолда келе жатып сержанттарға ұсталып, қалта тексеруден өтіп шығады. Мына жақта әкесі Айгүлді мектепке дейін шығарып салады. Айгүл сыныптастарының алдында қарабет екенін түсініп, бүкіл сабақ бойы ішке кірмей кіреберісте тұрумен болады. Сөйтіп үйіне ерте келіп шешесіне өтірік соғады. Шешесі тамағын құйып беріп, әйтеуір жерік болып қалған жоқсың ба? Деп қызына суық қабақ танытып отырады. Ақырында сорпаны унитаз ішіп алады. Ал Айгүл мұңға батып, қылтиманың терезесін ашып бізге қарап, бәріміз өлікпіз дейтін сериалдағы Инжи дейтін кейіпкерді еске түсіреді. Жатақханада Наташа Адидасты оятып, шығасың ба, әлде коменданттан ұрыс естисің ба? Дейді. Адидас екіншісін таңдап коменданттан ұрыс естіп алуды жөн көреді. Бірақ соның арасында бөлмеге Андрей келіп, Айгүлдің қылтимадан секіріп кеткен жайлы хабар береді. Осы кезде комендант тығылып кірген Андрейдің артынан келіп, тығылып кірген Адидасты да көріп қойып, Наташаның өкшесін жездендіріп, аузына келгенді айтады. Сонда Наташа ашуланып, арада хайвай туындайды. Адидас сабырға келтіріп комендантты жуатады. Кейіннен Адидас мектепке келіп, Маратқа қаралы хабарды қалай жеткізерін білместен, математика пәнінің үстінен түсіп, оны өзімен бірге бір жаққа алып кетеді. Бір жақтың аты бар ма деп сұрап қалсаңдар, ол Зират деп жауап беремін. Бұл жақта Адидас Ауғанстанда қайтыс болған досын есіне алып, көзінен жас шығарып, оның орнын бұғал шөлмектегі қарам судан сіміріп толтырып алады. Арасында Маратты да закускасыз араққа тойдырады. Марат басында тыржиып, соңында беті былш етпей сол үшін алып қоюмен болады. Адидас оның досы разъезд тобырынан екенін айтқанда, Марат өзінше болып қалады. Адидас, Ауғанстанда кімнің қайдан екенін сұралмайды. Ол жақта бәріміз бір тобырмыз дегенге келтіреді де, ағалық ақылымен бөлісіп, жанға жайлы әңгіме айта бастайды. Біраздан соң Маратты үйге алып келіп, Айгүлдің секіріп кеткенін дыбыстап айтады. Марат дупль күйінде оны естімей әрі қарай кете береді. Мына жақта Андрей Иринаның подъездінде Джонды күтіп тұрады. Ол келгенде Турба бастаған топ оны қоршап ұрып тастайды. Артынша Андрей оған барберлік өнерін көрсетіп, бір ұстам шашын қырқып алады да, келесте сені Иринамен жүргеніңді көрсем, шаштың орнында басқа нәрсе болады, деп ескертіп кетеді. Марат үйіне келгенде шешесі ашуланып, мен саған ішкенді көрсетем, деп басына мұздай су құйып күйініп отырады. Кешке қарай Адидас Наташаға келгенде, ол жатақханада полиция жүр деген дабылын қағып, оны басқа жаққа алып кетеді. Сөйтіп екеуі біреулердің подъездінде алдағы уақытта Абхазияға қашу жоспарын құрып, бір-біріне ғашықтықтарын күшейтеді. Оған қоса Адидас Айгүлді зорлау әрекетінен қорғау мақсатында жасалған қылмысымен Наташаны таныстырады. Арасында бір кісі қоқыс төгуге шықты ма, әлде қоқысты жинауға шықты ма, әйтеуір үйіне кірерде шелегі жартылай толып тұрғанын байқап қаламыз. Біраз уақыттардан соң екеуі Наташаның әкпесі тұратын ауылға барады. Ол жақта оның әкпесі біреуді жоқтап жылап отырады. Сөйтсе ол Адидас өлтірген Вадим Жолтый болып шығады. Ал Жолтый, біле білсеңдер, Наташаның кузені екен. Адидас оның бәрін түсініп, өкініштің өксігі өзегін өртеп қоймағандықтан далаға шығып біраз жылап алады. Уақыт өте келе жерлеу басталып, дәстүр бойынша майшамдарын үрлейді. Ертесіне Мараттың ойында дым жоқ сыныпқа кіріп келсе, сабақ жайында қалып, барлығы қабақтарына мұң жинап, тіпті мұғалім жылап отырады. Сөйтсе Айгүл балкон
балконнан секіріп кеткен екен. Оны естіп алып, Марат не может бытьқа салып, алдындағы отқан оқушының не жазығы бар, соны ұрып тастайды да, жұлынып отырып Айгүлдің пәтеріне келіп, есікті өлгенше тоқылдатады. Сөйтсе есік ашық тұр екен. Ішіне кіріп қараса, әкесі 100 грамдатып дым сезбей ұйықтап жатады. Марат көзіне жас алып қылтимаға қарап қалады. Мына жақта Андрей үйіне келеді. Артынша шешесі кіріп, тағы бір приступтың белгілерін көрсетеді. Бұл жолы шешесі жауапкершіліктен жұрдай дейтін маска тағып алып, екі арада Юлияны қайда тастап кеткенін ұмытып, екеуі соны іздеуге шығып кетеді. Көшеде көрінген қызды Юлияға ұқсатып, іздемеген жерлері қалмайды. Андрей пацандар жиналатын жертөлеге келіп, Турбаға қарындасының жоғалып кеткенін хабарлайды. Ал шешесі пацандарға қарап, үйге жүрсеңдер, шай ішеміз деп ес ала бастайды. Сөйтіп Турба пацандарды жинап, Юлияны іздеуге аттанады. Сол уақытта жолтайды жерлеу рәсімі басталады. Автобуста отырғанда аяқтан жарақат алған куәгер Адидастың қылмыскер екенін жар салып, оны ұра бастайды. Оны естіп алып Наташа, бұның бәрі өтіріктеші деп болған жағдайға сенгісі келмей отырады. Адидас жолтыйдың да пәк емес екенін түсіндіріп, Айгүлді сол ұрлағанын айтады. Наташа не істерін білмей Адидаспен ара қатынасын үзіп, ойбайға салып қашып кетеді. Бөлімшеде Андрей шешесімен бірге Иринаға үстіне не киді, қандай шапка, қандай куртка дегендей іздеу салу ақпаратымен бөлісіп отырады. Сөйтіп Андрей шешесіне жүр дей бергенде, шешесі қайтадан қуып, чак-чакқа тоймай сыртқа шыққысы келмейтінін айтады. Сол кезде Кира дайындап қойған санитарларын шақырып, барлығы жабылып жатып, сауықпаған Светаны қайтадан жындыханаға алып кетеді. Андрей артынан қуып бой бермеуге тырысады, бірақ одан дым шықпайды. Ирина оны жуатып, үйіңе барып демалшы, өзі табылып қалар деген сабырлы әңгімеден гәпіреді. Сол уақытта Юля ойын автоматтары тұратын жерде адасып, бір бұрышта жылап отырады. Турбада дәл уақытында осы жерден табылып, Юляны үйге әкеліп, Андрейді мәз қылады. Осындай кезде пацан болудың бір ғана жақсы жерін белгілеп қоямыз. Артынша Турба орта буындағы суперлерін алып Адидаспен жолығады. Адидас олардан жиналған грефпен қалтасын быттитады. Бір кезде Турба Мараттың мазок екенін жеткізе бергенде, Адидас оны пәріп жіберіп, оны жайына қалдырыңдар, онсыз да қыз өлді, болды, тема жабылды дегенге келтіреді. Соңында, болды, мен ойнамайм, мына жүрісіміз болмайды, надоел деп орнына Зиманы тағайындап пацандық өмірден бас тартатынын айтып кетіп қалады. Андрей үйінде Юляны әліппеге үйретіп отырғанда полиция кіріп келіп, екеуін де жетімдер үйіне өткізуге оқталады. Оның ішінде Ирина да бар. Ирина бұл жолы Андрейге қарсы шығып, осылай жасағанымыз дұрыс болар деп жолын бөгеттеп тұрып алады. Андрей шамасы келгенше Юляны тартып алуға тырысады. Алайда әлі келмегендіктен үстіндегі жеңіл киіммен далаға безіп шығады. Аулада ол пацандарға мән-жайды түсіндіріп, үйіне кіре алмайтынын айтады. Зима куртка туғыш лампаны шешіндіріп, Андрейдің үстіне кигізеді. Және тағы біреудің басынан шапкасын қағып алып соған береді. Оған қоса Андрей енді шынығу залында уақытша түнейтін болады. Андрей оларға рахметін айтып риза болып тұрғанда, Марат кеп қалып Адидасты іздеп Айгүлмен болған жағдайды хабарлайды. Ал Турба Зиманың бас старшак болғанын хабарлайды да, өзінің көкей кесті сұрағымен Мараттың көкейін тесе бастайды. Бұрын Турба Адидастан қысылып Маратқа сөйлей алмай жүреді. Кәз рахат, басынан тепсем де, тобырдан қусам да, әйтеуір білген боғымды жеймін деп Мараттың мазок екенін бетіне басып тобырдан қумақшы болады. Осы сәтте бір пацан өзінің актер екенін білдіріп қайта-қайта күле береді. Нәтижесінде Марат, мен қан төгіссіз кетпеймін деп Турбаның алдына келіп тұмсығын тосады. Турба оған сұраған соққыларын беріп жатқанда, аулаға Денис бастаған бір топ полиция келіп Маратты құтқарып қалады. Біраздан соң Денис оны өздерінің джинсы тігетін штабына апарады. Марат тобырдан қуылғаны жайлы ақпаратымен бөлісіп, Денистің түрін дану гүлбанулатады. Денис Маратты ертіп алып, сол сияқты чушпандардың ортасына әкеп, өндірістік болса да адал жұмыс істеуге шақырады. Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды дегендей, Марат бұған келіспей өз таңдауын жасайды. Денис оның артынан қуып Маратты Илдарға апарады. Илдар барынша Маратты сындырып, маған көмектессең, саған да көмектесемін. Әділеттілікті бірге орнатамыз деп Айгүлді жоғалтып сағы сынып отырған Маратты жібітіп, одан тапанша жайлы сұрайды. Марат білмеймін деп жауап береді. Осы кезде Марат оған Айгүлді зорлаған коллег екенін де айтып қалады. Мына жақта Ирина кафеге жайғасып отыра бергенде, даяшы келіп, пашла нахрен деген Джонның сәлемдемесін береді. Осы сәттен бастап Ирина Джонды танымайтын болады. Қуана бер, Андрей. Адидас жатақханаға келіп Наташаны іздейді. Ал Наташа онымен сөйлескісі келмей, бөлмелес құрбысына өзінің жоқ екенін білдіретін өтіріктің түр-түрін айтқызады. Адидас оны жоғалтып алғысы келмейтін дыбыстап жеткізеді. Андрей Маратқа келеді. Ол Айгүл үшін коллектен кек алатынын айтады да, ертең болатын жиынға келмеуін сұрайды. Андрей не үшін деп сұрағанда, кеме дедім ба, кеме ақ қойсаш дегендей бір нәрсені жасырғандай болады. Ертесіне Марат футбол ойнап жатқан пацандардың арасына барып, арам ойын жүзеге асыра бастайды. Арадан Турба шығып, чушпанмен сөйлеспейтінін айтып, пацандарға ауладан боқты алып тастауын сұрайды. Сонда Марат Турбаны жекпе-жекке шақырып, екеуі күресе кетеді. Осы сәтте Денис пен Илдар жасақтарын ертіп келіп, барлығын тұтқынға алады. Төбелес барысында Марат Турбаға тапанша салып үлгерген екен. Осылайша Марат Турбаға бәлесін жауып, бүкіл пацандарды Илдарға ұстап береді. Бірақ ұсталғандардың арасында Андрей де бар екенін байқаймыз. Уақыт өте келе пацандар маймылдар сияқты уақытша ұстау изоляторында ұсталады. Бір кезде Марат кіріп келеді. Сонда барлығы
зоопарктағы аңдар сияқты шулап Маратқа тіреле бастайды. Илдар оны кабинетке апарып істі анықтау процесін жалғастырады. Марат Айгүлдің қылтимадан секіруіне турбо таратқан өсегі себеп болғанын айтып, оларды жазаға тартуға қарсы болмайды. Сол сәтте кабинетке тоқылдақ Кирилл кіріп, бастауыш, баяндауыш, сызықша үтіріне дейін айтып беріп, соңында нүктесін қоюды да ұмытпайды. Оның тоқылдақтығына шыдамай, Марат орнынан тұрып Кириллді пәріп жіберіп үлгереді. Илдар оны ажыратып, сен мүмкін бәлеңді турбоға жаба салған шығарсың. Бірақ саусақ іздері тек тапаншада емес, гильзада да сақталатынын ұмытпа, деп экспертизаның жауабын күтетінін айтады. Таңға жуық Андрей лампаны жастанып ұйықтап жатқанда, Илдар келіп оны босатады. Сыртқа шыққанда, Илдар оған оның шешесімен арақатынасын үзгенін айтады. Артынша, болды, осы соңғы рет болсын, енді көзіме көрінбе, деп оны босатып жібереді. Ал осы сәтте Адидастың танымалдылығы енді күшейе бастайды. Сөйтіп үй жайынан шешесінен қарындасынан айырылған Андрей качалкаға түнеуге келеді. Сөйтсе бұл жерге ескі тарақандар, яғни Кощей өзінің нөкерлерімен жайғасып, Андрейдің үстіне зіл темір басып, осы сәттен бастап универсам жоқ, деп оны 100 рубльге жүктеп жібереді. Андрей атаңның басы деп қаша бергенде, оны дәу ұстап алып, бетіне соққы беріп, оны пальтосыз қаштырады. Кешке қарай қашқын Адидас үйінің төңірегінен пайда болып, Маратты шақырып алып, одан үйге кіріп түрсүймайкі жейтін-пейтін бірдеңелерді алып келуге жұмсап, әкесінің юбилейіне деп қолына ақша ұстатады. Марат Айгүлдің өліміне Адидасты кінәлап, ақшаны бетіне лақтырып кетіп қалады да, үйіне келіп екі бүктеліп жатумен болады. Әкесі оған ұрысып, сенің жұмысың ішу, тышу, қала берсе жату, басқа ештеңе істемеу, деп ұрысып тұрғанда, есікке Денис қоңырау шалып, бір топ қылмыскерлерді жанын тігіп жатып ұстап бергені үшін құрмет грамотасымен Маратты марапаттауға кіріп келетіні бар емес пе? Оны естіген әкесі мен шешесі не в понятку болып, бағанағы айтқан сөздерін ауадан қайтарып, баласына жақсы көзбен қарай бастасам бәдақ қояды. Ал Денис Маратпен оңашада сөйлесіп, қылмыскерлер ешқашан жазасыз қалмайтынын айтып, оны комсомол болуға тартады. Кейін Денис кеткенде, әкесі Марат айтқан сөздеріне өкініп, одан кешірім сұрап құшағын алады. Андрей Юляны іздеп Иринаның пәтеріне келеді. Сөйтсе Юля уақытша Иринаның қолында өсіп жатыр екен. Андрей кідірместен ас үйге жүгіріп барып, қарындасын сағынып құшақтайды. Енді жағдай тұрақтағанша Андрей де Юля да Иринамен бірге тұратын болады. Кішкене деп қоямыз осы жерінде. Мына жақта Илдар жатақханаға келіп Наташамен сөйлеседі. Оның шарты бойынша Адидас Айгүл үшін тұрып беріп кісі өлтірген дер кезінде өзі келіп мойындаса, онда жазаны өтеу мерзімі қысқарады екен. Соны Наташаға жеткізіп, оған да, маған да көмектесіңіз дегендей әңгімесін айтады. Сөйтіп отқанда Адидастың өзі пайда болып, коменданттың мақтауына көміліп Наташаның бөлмесіне келеді. Илдар бұны таниды, бұл оны танымайды дейтін керемет кездесу орын алып, арада мақтаған қыз тойда осырады дейтін жекпе-жек басталады. Түбінде Илдар Адидасты лақтырам деп өзі лақтырылып, одан таяқ жеп қалады. Осы кезде мына операторды айтам да, прям айнадан өзін-өзі түсіріп қоймай қояды ғой. Содан Наташа Вованы ажыратып, қолынан жетектеп қашып кетеді. Ал комендант Илдарды қалыпқа келтіреді. Марат Денис шақырған жерге комсомолдылыққа қабылдау жиналысына келеді. Бірақ оның пионерлік галстугы жоқ екен. Сондықтан Марат әдет бойынша әжетханадан шигол тауып алып, соның галстугын тартып алып, залға кіріп келеді. Сол уақытта Ирина да Андрейді осы жерге әкеліп, оны жиналысқа қатыстырады. Оқушылар біртіндеп кіре бастайды. Комиссия оларды есімдерімен түгендей бастайды. Бір кезде әлгі галстуктан айырылған бала залға кіріп келіп, Маратты тоқылдап қояды. Марат өтіріктен түр жасап, өзінде галстук жоқ, менікін сұрап қоймай жатыр, деп өтіріктен құтылып кетеді. Денис оның қылмыскерлерді ұстап берген ерлігі жайында комиссияға айтып мақтайды. Сонда комиссия мүшесі оны тұрғызып сахнаға көтерілуін сұрайды. Сөйтіп оған қойылған идеологиялық сұрақтардың барлығы Мараттың аузынан дұрыс жауаптарға ие болып шығады. Нәтижесінде Марат шапалақпен, құрметпен комсомолдылыққа қабылданады. Сыртқа шыққанда Денис репортерларға сұхбат беріп жатады. Ирина Андрейді де комсомолға тартылуына кеңес береді. Артынша протоколын қолына ұстап, Юляны балабақшадан алып кеткен соң, кешке қарай саған сюрпризім бар, деп Андрейді қызықтырып қояды. Әрі қарай Андрей Мараттың артынан барып, екеуі өткен-кеткен косяктарын талқылап, сен кінәлі, мен кінәлі дейтін жырларын шырқайды. Марат Айгүлдің өліміне патсандар кінәлі дейді. Андрей бізді сатқан сенсің, енді сен патсан емессің деп ренішін айтады. Түбінде Марат патсандардың түсінігінен де жоғары тұратын заң бар дейтін ойға келіп, Андрейге жұдырық жұмсап, арада пиала деген трек қосылып, екеуі сол әуен ойнап біткенше бет жыртысып төбелеседі. Нәтижесінде Марат шаршап қалып, Андрейдің алдына түсіп жорғалай бастайды. Осы кезде сериал бойы ең көп таяқ жеген кейіпкер кім дегенде, ойланбастан Марат деп жауап беретініміз анық. Содан Андрей соңғы соққыларын беріп, болды, боссың, деп кетіп қалады. Мына жақта Наташа Адлерге билет алып жүріп, ілулі тұрған Адидасқа іздеу салу қағаздарын және полицияны көріп, ойын 180 градусқа өзгертеді. Өйткені алдында Илдардың айтуы бойынша, қылмыскердің қашуына көмектескен адам да сәйкесінше қылмыстық бап бойынша жауапкершілікке тартылады. Соны түсінген Наташа Андрейге келіп, онымен бара алмайтынын айтады. Сөйтіп
деп Адидасқа сынбайтын қыз жоқ дегендей, арада махаббаттың алауынан пост өртеніп кете жаздайды ғой әлгі жерде. Содан Наташаның ойы қайтадан 180-ге өзгеріп, бастапқы нүктесіне қайтып келіп, Адидаспен бірге қашатын болып шешті. Әрі қарай ыстыққа ашылатын, сымдармен оталатын Жигули аман болсын дейді де, екеуі кездейсоқ көлікке отырып жолға аттанады. Илдар Кириллдің жұмысына келіп, Адидасты қамауға алатынын айтқанда, Кириллдің инфаркт ұстап қалады. Жолда екеуінің махаббат алауы трассаны өртеп келе жатқанда, алдарынан майы көке шығып қалып құжаттарын тексермекші болады. Осы кезде Наташаның әртістік шебері қозып, артта жол апаты орнағандай етіп кипиш көтереді. Аңқау майы қызметкері кәні деп жалған мәселені шешуге аттанып кетеді. Артынан Наташа мәз болып, өзінің ең алғашқы өтірігін жуып қояды. Ирина Андрейге айтылған сюрпризін дайындап, Юля екеуін жетектеп шешесі жатқан клиникаға алып келеді. Балалар шешесімен кездесіп мәз болады. Ирина сәл көңіл көтеру үшін радио қосып қояды. Бір кезде Юля бастап беріп, бәрі балқып-шалқып билеу арқылы тағы бір көңіл көтеріп алады. Адидас таксофон арқылы үйіне хабарласады. Телефонды Диляра алып, әкеңді ұжымдастарының көзінше масқара қылды. Ал ол сорлы денсаулығына қарамастан юбилейін атап өтпекші. Үйдің айналасын полиция қоршауда. Өтініш, ұсталып қалмашы, қаладан көзіңді құртшы дейтіндей әдемі сүйіншісін айтады. Осы жерінде Кирилл расында өзінің абыройын ғана ойлап қалған эгоист екенін байқап қаламыз. Оған атақ пен абырой ғана маңызды. Тек балалары оның атына кір келтірмесе болғаны. Атақ гүл болмасаң дүл бол деп жүре беретін кісі ғой, жалпақ тілмен айтқанда. Содан Адидас бұның бәрін естіп алып, әкесін бір құттықтап кетейін деп ресторанға оралады. Кіріп қалса, залдың төрінде тек Кирилл ғана отырады. Ал қонақтар қылмыскердің әкесін тойлауға бармаймыз деп келіскендей, барлығы тек әруақтарын ғана жұмсап қойып үйінде қалған ау шамасы. Адидас пен әкесінің арасында диалог басталады. Адидас қылмысын ақтап қоймайды. Кирилл кісі өлтіруші маған ұл емес деп оны сөгіп қоймайды. Нәтижесінде Кирилл оны қуып жібереді де, әрі қарай днюхасын өз-өзіне жуып беріп отырады. Мына жақта Даяша Адидасты байқап полицияға хабарласып үлгереді. Олар көп ұзамай жетіп келіп Адидасты қолға түсіруге тырысады. Андрей шешесіне торт алып, оған қоса бас киімін өткізіп, 3 гвоздиканы қолына ұстап базар бойымен келе жатқанда, алдынан әлгі ұрланған видиктің иесі шығып қалып, бәріне жария қылып, полиция келгенше, шамасы келгенше Андрейді ұстап тұрады. Денис Маратты бір жерге алып келе жатады. Естеріңде болса, Илдардың сөзі бар еді ғой, сен бізге көмектессең, біз саған көмектесеміз дейтін. Енді сол сәт орын алайын деп тұр. Ол қалай десеңдер, Денис Маратты бізге 2-ші бөлімнен таныс әжетханаға кіргізіп жібереді. Марат бұл жерден коликті көріп қалып, көзіне қанын толтырып, шіркін, оны әрі-бері тоқпақтап, кабинканың ішіне тығып тұрып тепкілеумен болады. Солай Марат коликті сан жетпес рет теуіп даласын шығарып тастайды. Ал біз бұл бөлмеге әжетхана емес, сабау бөлмесі деп ат қойып аламыз. Мына жақта Адидас қашып келе жатып, жолына тұрғандарды нокаутқа жіберіп, көлікке бірнеше қадам қалғанда Илдар оның арқасына оқ атып Адидасты құлатады. Бұны көрген Наташа дереу қасына жетіп келіп, оны құшақтап аңырап тұрып жылаумен болады. Иә, Адидастың романы осы жеріне келіп соңғы бетін ашады. Біраз уақыттардан соң кәмелет жасқа толмағандарға арналған колонияда Андрей видеомагнитофонды ұрлағаны үшін мерзімін өтеп отырады. Ол жақта Шатуновтың Седая ночь әнін пианинода орындап, "Чатам, 2-ші сезон күтесіңдер ма?" дегендей бізге қарап, 1-ші маусымды аяқтайды.